Құрметті әріптестер, сіздерге бүгінгі видеода өзіңіз сабақ беретін сыныптардың жылдық журналының барлығы толығымен жабылғанын тексеру үшін қандай амалдарды орындау керек, осы жөнінде видеода көрсететін боламыз. Ол үшін білімленд бөлімінде мониторинг бөліміне өтеміз. Осы жерде сіздерде пәндердің қорытылуы деген батырма бар. Осы пәндердің қорытылуына өтеміз. Осы жерде қарасаңыздар, сіздердің сабақ беретін сыныптарыңыз және де журналдың мәртебесі көрініп тұрады. Егер де мына жерде журналдың мәртебесі жабық деп тұрса, онда сіз толығымен жылдық журналды жаптыңыз деген сөз. Және де журналдың жабылу пайызын көрсетеді. Сіздің жаңағы осы 4-ші сыныптарда неше сыныпқа сабақ бересіз, сол сыныптардың саны және де журналдың саны көрсетіліп тұрады. Егер де біз әрекеттер батырмасына басатын болсақ, жаңағы сіздер осы 4-ші сынып бойынша қай сыныптардың журналын жаптыңыздар және де қай сыныптардың журналы жабылмаған мәртебесі көрініп тұрады. Мысалы, қазір мен мына жабық тұрған журналға қарай өтемін, яғни әрекеттер батырмасына басамын. Осы жерде міне қарасаңыздар, барлық пәндер тізімі шығып тұр және де журналдың мәртебесі жабық деп көрсетілген. Енді біз осыдан ары қарай жаңағы журналымыздың толығымен толғанын және де КТЖ-дағы тақырыптардың толық қойылғанын тексеру үшін әрекеттер бөліміне өтеміз. Әрекеттер бөліміне өткеннен кейін бізге жаңағы журнал шығады. Осы журналдағы әрбір күнде міндетті түрде барлық балаларда баға тұруы керек және де сабақтың өткізілуі дегенде белгіше тұруы қажет. Осылай барлық 90-ды тексеріп шығамыз. Одан кейін жоғары қарай көтерсеңіздер, КТЖ-ға өту деген батырма бар. Осы батырмаға басу арқылы КТЖ-ға өтеміз. Және де мына жерде жоғарғы жағында кезең дегеннен жыл деп таңдасаңыздар, сіздерге бір жылғы бойы жаңағы КТЖ-ларыңызды шығарып беретін болады. Осы жерден тақырыптардың толуын және де үй тапсырмасының жазылуын тексеріп шығамыз. Егер де осының барлығы толығымен сіздерде орындалып тұрса, демек сіздер оқу жылын дұрыс аяқтап, журналды дұрыс жаптыңыздар деген сөз. Және де мына жерде КТЖ бойынша статистика бөлімінде сіздерде қанша тақырып, жалпы сағат саны қанша екені көрсетіліп тұрады. Осылай мониторинг бөліміндегі пәндердің қорытылуы деген бөлім арқылы өздеріңіздің сабақ беретін сыныптарыңыздың журналының жабылған жөнінде мәртебесін қарап шықсаңыздар болады.